кішкене жылдамдатайық. Жақсы, келесі. Абай облысы. Аха, рахмет. Дұрыс, Шолпан әріптес қысап сұрақ қойып отыру керек. Ұнаған авторлық бағдарламаларды алуға болады. Бұлар өйткені республикалық таратылған, бұл қолдануға болады. Кез келгеніміз өте дұрыс, бірақ та енді уақыт кетіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Экран көрініп тұр ма сіздерге? Жақсы, көрініп тұр. Мен Молдабекова Петросбековна, Абай облысы, Ақсуат ауданы, Қожагелді Батыр атындағы орта мектебінің математика, информатика пәнінің мұғалімімін. Менің ұсынған авторлық бағдарлама Blender программасының практикадағы мүмкіндіктері 8 сынып оқушыларына. Blender бағдарламаның мақсаты Blender программалау ортасын оқушыларға үйрете отырып, нысандардың әртүрлі 3D үлгілерінің жобасын жасауға дағдыландыру. Оқушылардың ой қиялы мен жүйелі ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, өнертапқыштыққа баулу. Авторлық бағдарламаның міндеті оқушыларды кеңістікте модельдеу дағдыларын қалыптастыру. Алған теориялық білімдерін пайдалана отырып, әртүрлі жоба жұмыстарын жасауға дағдыландыру. Қойылған мәселелерді өз бетімен шешуді қалыптастыру. Авторлық бағдарламаның өзектілігі үш өлшемді графикалық нысандарды Blender программалау ортасында модельдеу, яғни үлгілеу, әртүрлі үш өлшемді жобаларды жасау арқылы оқушылардың практикалық дағдылары артады. Үш өлшемді жобалар жасау арқылы оқушылардың цифрлық графика мен инженерлік жобалау негіздерін меңгереді. Жалпы бағдарламада соңында күтетін нәтиже оқушылар өздерінің алған білімдерін Blender әртүрлі үш өлшемді үлгілер жасағанда пайдаланады, Blender бағдарламасымен жұмыс істей алады, шығармашылық дағдыларын дамыту мақсатында аудандық, облыстық, республикалық сайыстарға қатысады. Бұл авторлық бағдарламаны үйрену арқылы оқушыларда үш өлшемді модельдеу мен анимация құрудың бастапқы білімдерін алады және маңызды дағдыларын меңгереді. Жалпы авторлық бағдарлама 8 сынып оқушыларына арналған таңдау сабағы ретінде жалпы Blender программасының мүмкіндіктері соның ішінде практикалыққа баса назар аударылады. Балалар программаны меңгереді, әртүрлі анимацияларды жасайды, шағын жобалар жасауды үйренеді. Осының нәтижесінде олардың компьютерлік сауаттылығы артады, әртүрлі үш өлшемді жобаларды дайындайды. Бағдарламада 34 сағатқа қамтылған, онда әрбір сағатқа қысқа мерзімді жұмыс жоспары, қысқа мерзімді сабақ жоспары қамтылған, онда әртүрлі әдіс тәсілдер қамтылған. Жалпы тәжірибені тарату жолдарын айтып өтсем, Blender бағдарламасын бұл бірінші мектеп базасында әдістемелік отырысында таныстырылымы өтті. Одан кейін аудан мектептері арасында тәжірибе алмасу, Blender программасы мектепте оқыту әдістемесі туралы баяндама оқытылды. Одан кейін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында осы үш өлшемді модельдеу бағдарламасының таныстырылымы өтті. Осы авторлық бағдарламасын Blender программасының информатика сабағында оқыту әдістемесі мақала ретінде жарық көрді. Одан кейін бұл авторлық бағдарлама Абай облысы білім басқармасының Ақсуат ауданы білім бөлімінің сараптамалық кеңесі отырысында бекітілді. Одан кейін Абай облысы облыстық сараптамалық кеңесінде бекітіліп, 3 аудан көлеміне таратылды. Одан кейін осы жуырда бұл программа республикалық оқу әдістемелік кеңестің сараптама кеңесінде мақұлданды. Бағана біз күтілетін нәтижелерде айтқан болатынбыз, оқушылардың шығармашылық қабілеті. Слайдыңыз жылжымай тұр. Слайдыңыз. Бірінші, автор бағдарлама тақырыбымен қалып қойды. Қазір қайтадан онда поделиться етейін. Көрінді ма? Енді көрінді ма сіздерге? Иә. Аха. Авторлық бағдарламаның мақсаты, мен жаңа айтып кеттім, бұл туралы. Иә. Авторлық
бағдарламаның міндеттері, бағдарлама соңында күтілетін нәтиже дедік. Жаңағы оқушылардың біліктері мен шығармашылық дағдыларын дамыту мақсатында аудандық, облыстық, республикалық олимпиадаларға қатысады дедік. Слайдың көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Жаңағы жарияланым, тарату жолдары, жаңағы оқушылардың нәтижелерінде назарларыңызға ұсынып отырмын. Осы үш өлшемді модельдеу бойынша оқушылардың әртүрлі сайыстарда алған орындары, жүлделі орындары. Мына жерде мына оқушының жаңағы Blender программасындағы жасаған қарауыл мұнарасы облыста бірінші орын алған оқушының мына YouTube сілтемесі тұр мына жерде. Одан кейін әртүрлі оқушылар бізде әртүрлі аудандық, облыстық IT чемпионаттарға қатысады. Осы үшті модельдеу бағытында әртүрлі 10+ жас, 14+ жас санаты бойынша. Онда да оқушылардың нәтижелі орындармен қайтып отыр. Сондай-ақ ғылыми жоба тақырыбы болды. Ғылыми жоба жаздық. Blender бағдарламасында модельдеу мүмкіндіктері деген. Оқушымыз ауданнан бірінші орын, облыстан үшінші орын алып, одан кейін жаңағы республикалық кезеңге тест тапсырып, сол 4-ші кезеңге дейін барды оқушының жұмысы. Одан кейін бізде 3D принтермен модельдеу мектебімізде жаңағы 3-ті әлем деген үйірме бар. Сол үйірмеде біздің балалар әртүрлі заттар дайындап шығарады. Яғни оған балаларға өзім басшылық етемін, осыны істейді балалар. Одан кейін жаңа тағы да бір баланың жұмысы жаңағы Абай облысы білім басқармасында осындай әртүрлі конкурстар өтіп тұрады. Сонда мына батыл чемпионатында біздің IT Балиде өткен жарыста оқушымыз осы үш өлшемді модельдеу бағытында жүлделі орындарға ие болып отыр. Жақсы, рахмет. Информатика пәні бойынша шебер педагог. Өте жақсы, рахмет. Сұрақ бар ма? Бар. Мына блендерде анимация жасаймын деп айттыңыз, ол қалай жасалады? Так, анимация оны сізге қазір жасап отырсам ол көп қой. Қазір мен мына жерден сізге бір оқушының жұмысын көрсетейін міне. Айталық, қазір мына оқушының прям жасаған жұмысы бар. Қазір мен қайтадан нені тоқтатайын да, қайтадан немене берейін сіздерге. Қазір. Анимация кейфрейм қоя сала ма? Жоқ, прям балалар Blender программасында жұмыс жасайды. Қазір мен поделить етіп алайын. Қазір. Мысалы, мені мына оқушымның прям жаңа анимация деп отырсыз ғой, жасаған бар, осында бар. Сізге сол керек жерін ғана көрсетейін. Қарауыл мұнарасын жасаған үшінші өлшемі. Міне бала өз жасаған осыны міне. Міне Blender программасында. Баланың жасаған жұмысы. Тағы да бір оқушының жұмысы бар. Бірнеше оқушының жұмысы бар. Ал анимацияны қазір мен Blender'да жасайтын болсам, жасап көрсете аламын, бірақ едәуір уақыт алады. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Егер қызығып жатса, сұраймыз ғой, тағы да жеке шақырармыз. Жақсы. Жауап беруге әзірміз. Рахмет. Жақсы. Әрі қарай Жақынбекова Варқабат Тоқтарбековна дайын ба? Дайын.